Сәлем достар, бүгін мен желінбей қалған нандарды лақтырмай, олардан балаларымыз сүйсініп жейтін қытырлақ нан пісіруді көрсететін боламын. Ең алдымен нанды өз қалауымызша кез келген формада кесіп турап аламыз. Туралған нанымызды ыдысқа салып, оған өз қалауымызша тұз, бұрыш немесе паприка дәмдеуіштерді салуымызға болады. Мен тек қана тұз бен бұрыш салдым және оны жақсылап араластырдым. Көзіңнің мөлдірін-ай, өзенге қоңырлатып сала бере, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін-ай. Жақсылап араласқан нандарымызды біртіндеп духовканың формасына саламыз. Осылай салғаннан кейін үстіне сұйық май сеуіп шығамыз. Кейін 180 градуста 10-15 минутқа духовкада пісіріп аламыз. Мінекей менде осындай қытырлаған қып-қызыл қытырлақ нандар дайын болды. Бұл қытырлақ нандарды салатқа да пайдалануға болады. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.